Бүгін Семей қаласында орналасқан Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік қорық музейі қала тұрғындары үшін рухани аралға айналмақ. Қазірдің өзінде келушілер қатары санитарлық ережені сақтай отырып, Абай әлеміне саяхат жасауда. Біз де қалыс қалмайық. 18 мамыр халықаралық музейлер күні Абай мұражайында кеңінен аталып өтті. Кешкі уақытта музей түн акциясымен жалғасқан шара аясында «Сүйір ұлың болса сен сұятты» Абайдың ақын шәкірттеріне арналған көрменің салтанатты ашылу өтті. Шараға Семей қаласының музей сүйер қауымы қатысты. Өте керемет. Бұған дейін жаңарту жұмыстары өтті деді ғой. Одан кейін бірінші рет келіп тұрмын. Өте керемет әсердемін. Жалпы өзім Абай жерінен болам. Бірақ бүгінгі күннен одан да жақсы толық ақпараттар алдым. Биылғы музей түні акциясының тағы бір ерекшелігі «Мен сізді музейге шақырамын» жобасымен Семей қаласындағы мәдениет саласының мамандары және белсенді жастары Абай музейінің экспозициясымен таныстырды. Экскурсия жүргізушілерінің құрамында философия ғылымдарының докторы Арай Жүндібаева әрі Қазақстанға танымал блогер Шәкәрім Абдуллаев болды. Бүгінгі музей түні шарасының аясында белгілі карантин талаптарын сақтауға байланысты келушілермен арақашықтықты сақтай отырып, пандемия талаптарын ескере отырып, біз бүгінгі Абайдың қалыптасуындағы үлкен рөл атқарған киелі қара шаңырақтағы негізгі экспонаттарды таныстырудамыз. Абайдың қара сөздері және де Абайдың суреттері, соғыстан қайтқан ұл қыздарының хаттары жайлы сол туралы таныстырып жатырмын халыққа. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай көптеген халықтар келіп жатыр. Арғы жақта Абай атамыздың батасын алып келіп жатыр. Ол үлкен қуаныш. Жоба қатысушылары музей мамандарының қызметінің ерекшеліктерін, олардың келушілерге бар күш-жігерін жұмсайтынын түсініп, ерекше алғыстарын жеткізді. Айтулы шара аясында үздік селфи байқауы жарияланған болатын. Байқау ережесіне сәйкес музейде түсірілген суреттер арасында үздік 5 қатысушы жеңімпаз деп танылды. Осылайша қала тұрғындары санитарлық ережелерді сақтай отыра Абай әлеміне рухани сапар жасап қайтты.